Ассалаумағалейкум қазақ елі. Достар, мынандай масқара жағдай болып жатыр қазір. Түрк әлемінде деп айтсам қателеспеймін. Мынау Сирияда білесіздер, Ресей әскерін қуып шығарды. Енді Ресейдің сыртқы істер министрі келіп, Түркияға келіп сөйлесті. Енді сол әскерге қатысты, бірақ әскерді Сирияда қалдырмайтын болды. Соған бір мынау шахматтық ойын секілді Путин түрк ағайындарымыздың арқасына пышақ салды деп айтсам қателеспеймін. Тоқаев мынау греческий Кипрда елшілік ашты, консульство, сол жерге посолды тағайындады. Бұл дегеніміз қазір Түркияның медиасында қатты талқылап жатыр. Қазақ ағайындар біздің арқамызға пышақ салды деп. Бір жағынан мен ойлаймын, жақсы, енді түріктердің көзі ашылған шығар. Тоқаев кім екенін көрді. Тоқаев Путиннің адамы екенін енді көздері жетті. Өйткені бәрі, мысалы, Түркияның Кипрін бәрі мойындайды. Енді түрк дүниесінде, Өзбекстан, Қырғызстан, Азербайжан, Түркия. Тек қана Қазақстан жарайды үндемес екен. Қазақстан түрк мемлекетіне қарсы шығып, греческий, мынау грекиялық Кипрда соны мойындаймыз деп. Былай қарасам, Тоқаевтың не жұмысы бар? Бір халықаралық аренада Қытайдың өзі түріктерден қорқып, немесе сыйлап, мойындамай жатыр да, оған араласпайды. Қытай мемлекеті араласпайды. Қазақстан араласып жатыр. Қазақстанға ойлану керек те, неге біз Қазақстан Түркияға қарсы шығып жатырмыз? Түрк ағайындар бізге не жамандық жасады? Бұл үлкен бір енді саяси қате деп айтсам ол дұрыс емес. Өйткені біз ұлтшылдар білеміз да, Тоқаев Ресейдің айтқанын жасайды. Ресей солай Сириядан әскерді қуып шыққасын Түркияға сондай қастандық жасап жатыр Тоқаевтың қолымен. Енді Түркия осыны ескере отырып, ол да бір енді жауап қайтарады деп ойлаймын. Осындай ақпаратты мен қазақ тілді қауымға айтып жатырмын да, кішкене саясаттан. Өйткені мен байқаймын, ешқай жерде бұл ақпарат жоқ. Бірақ біліп отырыңыздар. Бұл өте маңызды. Фейсбукта бір-екі жерде жазды, бірақ бұл бізге үлкен минус. Айтарым сол, бір осы 2-3 күн болды да, енді түрк достарымды хабарласып жатыр да, аға білесіз бе, Қазақстан мынандай осындай бір дұрыс емес амал жасады. Мен айтам, білем, енді айттым, жігіттер, білесіздер ғой, Қазақстан егеменді ел емес. Қазақстан Ресейдің астында жатқан мемлекет. Сондықтан Ресей не айтады, соны жасайды. Мысалы, голландский высотыйға әскерді білесіздер ғой, не үшін апарды соны? Мынау Сирияға өзінше Ресейдің әскерін қуып жіберді. Енді қазақтардікін қуа алмайды да, өйткені мынау Біріккен ұлттар ұйымының голубой каскаларымен отыр. Сол Путин Тоқаевтың қолымен осындай қазақ мемлекетін қарабет қылып жатыр да, халықаралық аренада. Енді түрк досы тешкилаты, түрк достықтың арасына да бір қара балтаны қадатты Тоқаев. Өкінішке орай. Сондай бір кешкі ойларымды соны жазып сізбен бөлісіп жатырмын. Комментарияда жазыңыздар өз ой пікірлеріңіз, осыған қатысты қандай ойларыңыз бар?